Mine benim мысығым. Сәлем баршаңызға. Мен сіздерге бір затпен бөліскім келеді. Яғни осы өмірде сіздерге мен өзім әуенінде де қолданамын әрдайым мақалда судында сұрауы бар атты мақал. Әрбір адам, әрқайсымыз, әрбір жанымыз өмір жер бетінде өмір сүріп жатқан мына мысықтар бұл өмірге бекер келген жоқ. Томпи. Әп-әдемі өзі, әп-әдемі. Бұл да бекер келген. Сіздерге айтайын дегенім. Судында сұрауы бар дейді, яғни әрбір адам бұл өмірге өз миссиясымен келеді, солай айтсақ та болады. Өз миссиясымен келеді. Сондықтан да біздер егерде түзу жолмен жүрмей, қисық жолмен жүрсек, біздің жолымызды жоғарыдан, яғни тайдыртып отырады да. Тәңірім, Аллам тайдыртып өз жолыңа түсіріп отырады екен. Яғни қанша сен басқа затты өзің істегің келгенмен, қандай бизнес болсын, все равно тайдыртып сол сенің осы өмірге не үшін келдің, сол жолға әкеліп сені қояды. Қойғанда да просто так саған бере салмайды, өзіңді қинайды. Жақсы жағынан, яғни әрбір біз адам баласы комфортқа үйренген адамбыз. Яғни комфортная жизнь дейді ғой осы өмірде. Комфорт, ыңғайлы, содан шыққымыз келмейді, сосын басқа елдерде инстаграмына қарайсың, біраз жылдан мен өзім бірнеше жылдан бері ізденіп жүрген адаммын. Яғни просто так келген жоқпын бұл жолға, творчествоның жолын маған әкеліп, сүйреп әкелді. Яғни қалай айтсам, біраз қиналдық әкелді деп айтсам да болады. Мен өзім бұл творчествоның кезінде, бала кезімде келген болатын. Бұл жолға мен бала кезімде келген екенмін. Егер де мен сол жолды тура сол бала кезімде неше түрлі музыка аспаптарды ойнап білдім, соны тоқтатпай, яғни мен өз күшіммен, өздігімнен үйрендім. Ешкім маған үйреткен жоқ. Ол кездерде енді ондай барып, бір-екі түйір бала емес, біз 7 бала болдық семьяда. Сондықтан да әр адам выживание дейді ғой, самовыживание. Мен баланың ортаңғышы болғаннан кейін жаңағыдай өзім сондай өзіме қатты ұнады. Баянда ойнап білдім. Слухым жақсы болғаннан кейін сырнайда, яғни сырнайда ойнадым. Қазақша айтқан балалайка дейді, әуестенді кішкене домбырада ойнап күйлер тартатынмын. Және де гитарада ойнайтынмын жақсы. Вот гитараны мен қазір қайтадан қолыма алып жатырмын. Сондықтан да осылай адам өзінің миссиясымен өмірге келеді екен. Сен қанша ол басқа затты жасаймын дегенмен де сені сырт қайтып әкеліп осы жолға түсіріп отырады екен. Егер де мен солмен жолмен кеткенде, мен бұрын жол қалай айтады, бұрыннан баяғыдан дейді ғой, жұлдыз болушы едім деп, онан да қашқан сәттерім бар, потому что өзім кезінде сондай неден қорықтым, жаңағыдай тіл көз дегендер біздің вот этот не қалай айтсам екен, мен біраз көп зат айтқым келеді, бірақ бар ғой, бәрін қазір былықтырғым келмейді бір неге. Сіздерге бір бөліп как бы өзімнің басымнан өткен, яғни соншама осы жылға келіп, өзімнің өткен қазір жастарға беретін ақылдарымды осы прямой эфирге салып, құр ғана музыка ғана шығармай, яғни өзім қалай жолда жүріп жатыр, қалай өтіп жатыр, қалай қиындықтар көріп жатырмын, соны үйренсін деген жаңағы оймен осындай басқа жастар қателеспесін деген, яғни қателеспейтін адам жоқ, бірақ қателік арқылы бәрі өтеді, бірақ сондай қатты қиналмасын деген, өзім қатты қиналдым, қатты қиын ауыртпашылықтардан өттім. Яғни өз басым міне жолдасыммен айырылдым да, оның да себебі бар, онда мен кейін айта кететін боламын. Яғни бұл махаббат әуені жалын атты әуенінде өзіммен осы әнмен бөліскен болатын. Неге десеңіздер, менің миымды жан жақтан барлығы жеп қойды. Соншама жасқа келіп, яғни күйеуінен айырылып, қаңқып не істеп жүрсің, босып, семьяң, балаң ана жақта, қызың ана жақта, бір қызың ана жақта деген сияқты, сондай. Мен өзім 2 түйір қызым бар, үлкен қызым Дубайда жұмыс жасап жатыр. Құдайға шүкір, Эмирейтсте өз күшімен, өз талантымен тырмысып, оқулығының арқасында, білімнің арқасында сондай жолға келді. Яғни бөлісетін заттар өте көп. Мен құр мен творчество арқылы емес, яғни мен творчествоға просто шыға қоятындай, как жаңа 20 жастағы жас
қыз емеспін, иә, бірақ біраз заттан өттім, сондықтан да мен бұл білімді біріншіден сіздермен бөлісуім керек деп ойлаймын, потому что солай мені қысып жатыр, солай айтқыздырып жатыр. Яғни мен сіздерге осы маскасыз қазір өзім не болып жатқан соның бәрін бөліскім келеді. Яғни мен оны қалай бөлісетінімді, қалай болатынын сіздерге алдағы уақытта айтатын боламын. Қазір мен рилске жай ғана қысқа да жолын қойып, яғни прямой эфирді мен әрбір тақырыпты бөліп, яғни ең бірінші мен талдайтын тақырыбым сіздермен махаббат әуені, махаббат жалыны атты әнім қалай шыққанын, не үшін шыққанын, яғни неге мен оны жазғанымды, қалай отырдым, қалай потокта қалай отырғанымды, яғни шабытты дейді ғой, орысша айтқанда поток, қазақша айтқанда шабыт келіп, қай жағдайда, қалай әсерде болғанымды сол туралы бәрін бөліскім келеді. Яғни менімен бірге болыңыздар.